тағы да жалғастырайық бүгінгі әңгімені. 55-ші Рахман сүресінде былай дейді екен: Алла жерді жәндіктер үшін жасады. 10-шы аятында мындай сұрақ қойыпты: неге адамдар үшін делінбеген? Сонда жәндіктер адамнан жоғары тұрады ма? Менің түсінігім бойынша, мысалы табиғатта қасқырды санитар дейді ғой. Сол сияқты жәндіктердің де бір атқаратын рөлі бар шығар деген бір сұрақ келді. Соған не деп айтасыз? Қандай бір өзіңіздің түсінігіңізді айтып жіберсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Енді жәндіктер дегенде, мысалы айтсақ, жұмаққа кірген жәндіктер бар. Соның ішінде өрмекші жұмаққа кірген дейді. Соның ішінде құмырсқа жұмаққа кірген. Соның ішінде шыбын ара жұмаққа кірген. Жәндіктердің ішінде. Ал енді жәндіктер туралы айтатын болса, мысалға Қытай халқы мысалға жәндіктеніп кеткен дейді. Көрдіңіз бе? Оларда сондай аяушылық сезім жоқ та, Қытайларда. Олар өздері үшін не болса соны істей береді. Онда аяушылық сезім деген жоқ. Мысалға бір неден еткенде, бір көргенде сондай бір қорқынышты. Мысалға бір кішкентай бала жолға шығып кеткен, жаңа жолдың үстінде жатыр, отыр, жаңа еңбектеп. Соның үстіне машиналар өтіп жатыр. Егер дейді, ол баланы барып біреу алатын болса, ол адамға жаңағы соттың үкімі шығуы мүмкін дейді. Неге дейді, енді аяушылығы жоқ па дейді. Сонда ол баланы дейді, ата-анасы өзі қарау керек. Неге қадағаланады? Сонда аяушылық сезім ешқандай. Малдың өзінде де кейбірде бір сезім пайда болады. Аналық сезім дейді ғой. Мысалға, мен бір неде көрдім, жаңағы жыртқыш арыстан. Арыстанға еліктің баласы барып, баласын ұстап алады. Жаңа еліктің баласы жана туылған ғой. Жаңағы арыстанды түртіп жүрді ғой. Енді өзіне керегін іздеп жүр ғой. Сонда арыстан тиіспейді ана. Сонда аналық сезім оянып тұрған. Енді бір уақытта екінші арыстан келген кезде жаңағы жоғалтпай жатыр. Соны ақыры сол жетелеп жаңағы нені ертіп өзінің табынына қосып жүрді. Мысалға айтса, ол жыртқыш қой, ол жеу керек те. Сондай онда сезім пайда болды. Енді адамдардың азғанда бұл жәндіктен де төмен болып кететін шығар, адамдардың азуы. Енді Құранда жазылса, ол Алланың сөзі ғой. Біз оны жаңағы өзіміздің немізбен неткенменен Құранда да аяттар бар ғой. Құранның бір аятының жаңағы қанша екі теңіз қосылып сия болса да қаламсаппенен жазып бітіре алмайды деген, толтыра алмайды. Сонда енді Алланың сөзі болсын, оның әркім қалай, әр адамның өзінің жаңағы түсінігімен шешіледі. Сонда Алла тағала жәндіктер үшін дегенде жалпы бәрін айтып тұр ғой, бұл жерде адам да кіріп тұр ғой. Иә, бәрі кіріп тұр. Жалпы адам бұл дүниеге келгесін бір кезде өсімдік болады деп бір ағаның айтуында бар да. Сол туралы не айта аласыз? Мынау даму процесс дейме, даму? Иә. Өсімдік болады. Малдық неге ауысады, балыққа ауысады. Сондан кейін жәндікке ауысады, топыраққа ауысады. Соның ауысып, сонда не болып кетеді. Сосын адам пайда болады. Енді топырақтың адамды айтты, адам баласын топырақтың жарады. Сонда неге сондай қатыгездік адамдарда болады? Жаңа айтып жатсыз ғой енді. Енді анау жануардың өзі жаны ашып жатқанда, сол не себепті сондай қатыгездік? Сол Қытай халқында. Қараланып кеткен ғой. Қараланып кеткен. Қаралық, бойдағы қаралық қой. Сонда өз үшін ғана. Сонда өз үшін өмір сүру ғана. Басқаны керек қылмайды. Өзінің несі үшін барлығына баруға даяр болып тұр. Енді мынау жәндіктерді негізінен бірін өлтірсе алады, оларды жоқ қойып. Өзінің өмір үшін қарамайды.
бір-бірін өлтіріп жеп, әйтпесе жейтін болса жейді, жей алмайса өлтіреді де кете береді. Өзінің жолы ашық болса болды. Енді мынау адамзат қазір сондай күйге келіп жатқан жоқпыз ба деген ой келеді да. Қазір жасөспірімдер болсын, кеше жас қыз, 3 қыз ба, бір қыз баланы ұрып жатыр. Жасөспірімдер енді. Осындай қатыгездіктер көп қой қазір. Бір-бірін аямайды, аяушылық жоқ бір-біріне деген. Аяушылық. Сонда біз де жәндіктеніп барамыз ба? Сондай келтіруге де болады. Келе жатырмыз. Соған келе жатыр. Өйткені қазір сыйласы жоқ, сыйлау жоқ. Бұрын ертеде енді біздің әжелеріміз көз көргенде, сол кісілер ер бала келе жатса тоқтап, өткізіп жүреді. Қазір сол кісінің қатарында сол кісілердей болса да, қазір ер адамды өткізіп басып өтеді үстіне. Сонда әйел адамның өзінде жаңағыдай, қазіргі жастардың өзінде. Сол себепті қазіргі ата-аналарда соны қолға алса, өздерін бірінші, өздерін ұрпағы үшін. Өйткені мен былай түсіндіремін. Бізге дейін біздің ата-әжелеріміз Алладан тілеп кетті жақсылықты бәрін. Енді сіздердің ұрпақтарыңызға кім тілейді? Мысалы, оның атасы мен әжесі, енді мен қатар жоқ ол. Намаз оқымаса, дәретпен жүрмесе, сонда немерелеріне кім жақсылық тілейді? Сол қазіргі жастар соны ұғына білсе. Өйткені бір ақпаратта келді, биік үйден 13, 14, 15 жастағы бала құлап жатыр. Қандай мәселе? Толық құлап жатқанын көрсетті, биікке ярамады, содан құлап жатқанын көрсетті. Сонда негізіне оның бәрі неге? Ата-аналар егер düzgün жүретін болса, балаларға да сондай қиянат түспеуші еді. Айтады ғой, мына өздерінің несін нұрын бітіріп, қазір ұрпақтарын нұрын нұрлап жатыр деп. Біздің кезіміздегі біздің аталарымыз бізге қосты. Мысалы, сол кісілердің нұры ғой осы қазіргі келіп жатқан Алланың ырзық несібе, балаларымызға, өзімізге деген, енді сол кісілердің несі. Енді азын аулақ болса да өзімізден де бар шығар енді істеп жатқанымыз. Солай деген. Енді қазір тағы да былай нетсек, мешіт көп қой. Уағыз айтылып жатыр. Бірақ та заман төмендеп барады. Кеше батысты көрсетіп жатыр. Сақалдылар көбейіп кетті деп. Батыста? Батыста. Сонда имамдар айтады, біз қорқамыз дейді. Бізді дейді, олар кәпір деп айтады дейді. Жаңадай енді. Сондай төмендеп таған. Бірақ та мешітке кіреді, ойлағандарын істейді. Осыған қандай не төтеп бере алады осыған? Енді үкімет төтеп бере алмай жатыр. Мешіттерде ол Алланың үйінде тағы сондай істеп жатыр. Кім оларға төтеп бере алады? Енді қазір егер мемлекет несіне барса, мемлекет негізінен қолға алуға болады. Оны кейбір имамдарды айтып жатыр ғой, шетелден оқып келеді, солардың салт дәстүрін бізге енгізгісі келеді. Енді мысалға бізді осы ата жолында жүргеннен кейін бізде өзіміздің бұрынғы ата жолын, аталарымыздың жолы деп осы уағыздап жатырмыз, сопылық жол деп жатырмыз. Осы Қожа Ахмет Яссауи бабадан қалған сопылық жол деп. Сопылық жол негізінен пайғамбардың несінен қалған. Пайғамбардың кезінде пайғамбар қайтқаннан кейін осындай бұзушылықтар көбейген. Сонда жаңағы ниетімен сахабалар қасында жүрген, сол кісілер шығып кеткен дейді бөлініп. Сол жаңағы неге нетпей, елді бүлдірмей, не қылмай, сол сопылық жолына шығып кеткенде өздері жеке жүріп, солай дін таратқан деп. Енді бізде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың өзі жаңағы 63 жасқа келгеннен кейін жер астына кіріп, жаңағы Алланың хикметін көрген. Өндері бір ақпараттарды алып жатыр ғой. Қожа Ахмет Яссауидің хикметіне жалғану үшін көбірек ашуы керек деп. Енді сондай хикмет, ол Алладан келіп жатқан хабар ғой мысалға. Оны істейтіндері бар, істеп жатқандары да бар, талпынып жатқандары да бар. Осындай не енді жаңағы айтып жатқандар, олар енді ібілістің жоласын. Өйткені қолға алды, жаңа масонды неде ақша төледі,
олар өз міндетін атқару керек. Енді олар жаңағы имамда сақал қоймаса, олар кәпір дейді. Намазда тұрмаса, даже кәпір дейді. Бірақ өздерін істеп жатқандарын олар білмейді. Мысалы, қандай өздерінің нелерін. Енді бұл жерде егер үкіметтің несімен алатын болсақ, үкіметтің күші жетсе, үкіметті бағындырады. Күші жетпесе, бұл жерде Алла тағаланың несі. Бірақ олар не келген кезде өзінің әке шешесін де сыйламайды. Әке шешесіне қарсы келеді. Өйткені әке шешесі солар сияқты жүрмесе, оларға бәрі кәпір болып көрінеді. Бұлар былай алып қарса, жаңағы адам ешқандай не жоқ. Жаңағы мен айтып өткен жаңағы анның өзінде жаңағыдай жанашырлық сезім болса, бұларда ондай да жоқ. Бұл жұрда көздерін бәрін бітеп тастаған. Жаңағы айтады ғой, Құранды оқығанның өзінде бір екі әріпін дұрыс оқымай, жаңағы теріс оқыса, ол қаралыққа жалғанады. Сол себепті олар өздерін бітеп тастағанда, көздері ашылмайды. Олардың істеп жатқан өздерінің ісі дұрыс сияқты. Енді бұл да бір ағым болып тұр ғой, иә? Ағым ғой, бұл дайындаған. Бұны негізінен мен бір кітапты оқығанда, мынау Индия дейді, Индияда көбіне Индияда оқытады. Мектеп бар. Негізінен ағылшындардың разведкалары. Сонда олар бізде мұсылмандар бөлінеді, шиитті бөлінеді. Сонда сол шииттің ішінде олар көбіне сол дінге нетеді екен, ешқандай не. Соның арасынан бір ғалымды таңдап алып, өте білімді. Бірақ жаңағы тәкаппар. Мынау бізде ірілес деп атырады. Сол адам атаға иілмеді, сәжде қылмады. Періштелердің бәрі сәжде қылғанда, ол қылған не өйткені сол ілімді бол, ілім көп бол. Өйткені ол 4 кітапты да білген. Періштелер 2000 жылдай сабақ берген дейді. Сол тәкаппарлығынан жаңағы айтып отқан ғалым да Талиб. Ол да сонда білімді болған, бірақ тәкаппар болған. Соны мынау ағылшын разведкалары соны пайдаланған, соны мақтаған, астына көпшік қойған. Содан ол жаңағы білімді неткенде осындай нелер дайындаған. Бірақ білімі Құранды асынан бастап ясына дейін біледі. Өте сондай. Құран жағынан келгенде оларға сөз таластыра алмайсыз. Істеген ісіне қарасаңыз адам шошырлық. Жаңағы айуандық. Сонда қазіргі тілмен айтқанда робот деуге болады. Робот, иә. Өйткені алға, артқа жоқ. Бұл жолда мен ойлаймын, енді мынау қазір ата-аналар бар ғой, қорқады осындағы кіріп кетпесін деп. Осы ата-аналарға да бір ескерту, осы ата жол келіп тұр ғой. Қайткенмен де өзінің ата тегін білсе, ондайға бармайды ғой. Неге сондай адамдар, неге пайда болды? Өйткені жерден ажырап қалды. Мынау айтады ғой, жеті елін білмесе, жеті рудың қамын жемес дейді қазақта. Сонда ол өзінің тегін біліп тұр. Соны нағашы жұртын біліп тұр. Қайын жұртын жаңағыдай түгел біліп тұрғанда, ол адам қанша айтқанмен елдің несін ойлайды, қамын ойлайды деген. Мынау бір неде айтады, бір өте ғалым болған адам. Және бір ауылда тұрғанда, жаңағы кісі ауылдағы тұрған адамның, әр адамның тегін білген дейді. Жеті ата басын керемет сондай адам. Бізде қазір айтсаңыз өзінің несін білмейді. Бұлай қарасаңыз түгел сияқты, бірақ бұл отбасында, шаңырақтың басында отырғанда, дастарханның басында да әңгіме айтуға болады. Мысалы, балаларына өздерінің тегін айтуға. Өйткені қазір қай нені алсаңыз да өздерінің кітаптары бар. Соны шежіреден қарап, ата-бабаларын айтып отыруға болады. Енді қазір атасы кім болғанын білу өте қиын шығар. Бірақ енді мен өзім білемін, өз атамның мысалға. Өз атам бала кезімізде домбыра жасаған кісі,
арбашан ондаған кісі мысалға жарқы сайып кеткен биелерді өзі емдеді ол кісі сондай есінде бірақ адамға малға тіке қарамайды сондай кісі болған енді ол кісінің немере ағайындары бәрі ұста болған кісі енді сол арман қарай бір атам батыр болған дейді күшікбай атам дейді сондай нелері бар ақпарат осындай өз атам туралы білгенде енді өз атам туралы әкемнің өзі өйткені сол кеңес уақытында көп үйретпеді ғой әкемнің 87-ге келген оның өзі шамалы сонда сұрасам кезінде керек қылмадық қой оны ешкім нетпеген дейді енді қазіргі тегін білуге болады кім болмаған енді тарихта кім болмаған тегін білу керек қазақтың халқы қандай болғанын білу керек өте білімді өте не бір неде айтады қазақ халқы сондай халық қай тілде сөйлесе де тура сол тілде мығым сөйлей алады дейді диалект мына қазақтың несі өте керемет дейді басқа нелер сөйлей алмайды олардың тілі жетпейді екен қазақтың тілі қай тілде сөйлесе де француз болсын орыс тілі жапон тілі ағылшын тілінде сөйлесе де анық жеткізіп береді екен басқа ұлттарда ондай не жоқ сонда қазақтың бұл жерде тектілігі осы қасиеттілігі тілден тіл байлаған қазір мен байқағаным үкіметте осы салт дәстүрге тілге мән беріп жатыр бала тәрбиесіне енді айтып жатыр қазір біз енді аздап бірінші мультфильмдер көрсетіп жатыр ол батырлар туралы кеше бір қарап қалсам балапанда қобыланды батыр туралы ертегі болып жатыр сосын дейді оларды ақырындап барып үлкен неге ұстап бұрынғы мысалы Әлқиса не Қабанбай батыр дастандарды оқытты ғой балалар біз бала кезімізде есіме түсіріп жатырмын да бүгін сол тақырыптық көргесін соның қазір бағдарламада да ақырындап енгізіп жатыр соған да бір қуанышты бір кеше қарап қалсам енді кеше тағы да бір телевизорда бір байқап қалғаным мынау бұрынғы ата бабаларымыз дейді ат мінген дейді рухты болған дейді ештемеден қорықпаған дейді қай кезде адам ата бабаларымызды аттан түсірді жерге дейді содан адам қазақ өзгере бастады дейді бас игіш бола бастады басқа ұлтқа жаңағыдай жағымпаз бола бастады сонда мынау атқа мінгеннің өзінде адамда рух көтеріледі екен сол туралы айтып жатыр да өте жақсы бір нені қозғап жатыр тақырыпты енді былай ара тұра естіп тыңдап ой керемет екен бұл да деп неде ертегінде шығара бастады бір кездерде шығара бастады сонда жаңағы мынау ертесті түсірді дейді ана неге сонда жаңағы түсірген өзге ұлттың нелері сонда сол жерде жаңағы көрсетіп жатыр дейді анау мен өзім көрген жоқпын адам жегіш қылып жаңағы сонда қазақтың ертегісінде бұрынғы нелерде адамды жеген дейді ол енді ол жоқ ол жерде жаңағы Мұста кемпір сақан алып бер дегенде мен тұра алмаймын отырсам тұра алмаймын тұрсам отыра алмаймын өзің ал дейді ғой негізі оның мақсаты жаңағы оның әкесі сол ертестіктің өзін соған сыйға берді ана не болғанда мен сені бір балаңды аламын деген соны шал уақытты келді ұмытып кетті бермей қойғанда соны бер дегенде мен енді қимаймын бірақ өзім не қыл дейді мен саған балаларды жіберемін сен өзің ұстап аласың деген соны келтіреді сонда жаңағы алтын сақамды әпер десе мен тұрсам отыра алмаймын отырсам тұра алмаймын өзің ал дейді сол жерде сонда ана нені басқаша сюжетке неткен дейді анау адам жегіш қылып қойыпты дейді сонда қарау керек екен соны баланы сонда сана сезім басқаша болады ал негізі олай емес қой сол себепті оны бәрін түсіру үшін де оны өзіміздің жаңағы өзіміздің режиссерлар өзіміздің нелерін түсірген онда негізінен ақпарат келгенде бұрынғы өзіміздің ертегілерді батыр жырларын көп оқыту керек сонда көп пайдалы хабарлар бар деп мен есімде жаңағыдай оқып жатқанда сол қобыланды мен енді еңлік зарлық деген не болды Әлқиса сонда анау ханның баласы болмайды ғой содан бір
жас келіншек айтады, мен бала туам дейді. Содан әкесіне айтады, сен барып айт дейді. Содан ана бала әкесі келіп айтады. Сосын анаға алтын береді. Алтын толғанша, ана толмайды алтыны. Анандай қапқа сала берсе, тоймайтын бір алтын қап ертегіде болды ғой. Содан бір мыстан кемпір маған топырақ сағанда толады екен. Сонда ана әйел солай 9 айдан кейін толғатып, ұл мен қыз туады ғой. Сонда жанында жүрген енді 40 әйел ана бір мыстан кемпірге айтады. Енді бір-бірін енді нетеді енді. Сол кезде айтады, енді біз енді керек болмай қалдық, анау бала туса бізде енді не істейді деп. Керек қылмайды. Енді не істейміз дегенде күйеуі аңға кетеді. Енді бала туғанды естімейін деп. Сосын хабар бересің деп. Сол кезде ана баланы туады да, сол кезде итке, екі күшікке айырбастап қояды. Ана баланы мыстан кемпір бір биік құздан лақтырады. Сол кезде періштелер қағып алады деген сияқты сондай бір жылап оқитынбыз да. Енді бұл ертегі сияқты, сосын Қобыланды батырды онша түсінбейтін, онда шауып келеді, жаңа атпен сосын әңгімесі бар, өлеңдетіп айтады. Сол бала кезімізде есте қалған, сондай бір патриот дейді ғой, рух адамның оятатын. Енді оны қазір жастарға берсең, оны түсінбейді ғой. Түсінбейді. Машқұр Жүсіп атаның 20 томдық кітабы бар, кейінгі ұрпақтары шығарған. Соның 5-ші том кітабында жазылған ғой, Шора батыр туралы. Оның әкесі де бала болмайды. Жаңағы бір аты болады екен, өте сұлу. Жаңағы атты көрген адам бір күн жоғалтады екен. Аттың сұлуы сондай керемет. Соны бір күні өзінің бауырлары келіп, осы атты қызығын көрейік, бәйге қосайық. Сол берсенші бізге дегенде сондай әңгіме айтады. Сонда жаңағы ойланып қалады екен ана кісі. Бұны берсем халық не дейді, жаңағы ұрпағы жоқ, сосын нелерін етіп жатыр ма дегендей. Сосын тұрып айтады, сендер менен бәрін сұраңдар, бұл атқа тиіспесеңдер болады деп. Сонда жаңағы бауыры айтады, сенің осындай қаттылығынан Алла тағала саған бала бермей тұр ғой деп. Сонда айтқанда жаңағы тұрып айтады, мен бауырымның осындай сөз естігенше қанға өлейді. Бұл кіші жүздің несі да. Сол кіші жүзден осы есілге қарай көшіп келеді. Өзінің түгел, өте бай ғой. Ұрпағымен өше сол кезде Есім хан екен дейді. Ел билеп тұрған. Жаңағы Есім хан кезінде сол кеп өшеге жоқ дейді. Сосын қой бұл болмас, бір әрекет қылайық дейді да, 1000 қой сауып алып алдына әр төбенің басына барып бір қойдан шалып Алладан бала тілейді. Ең соңында бір 5-6 қой қалады. Сол кезде аян береді. Осындай жерде төбе бар, басында терегі бар, жан-жағында өскен қурайы бар, сөжегі бар, бір қойын шалып Алладан тілесең тілеген қабыл болады. Жаңа іздеп шығады ма? Жаңа іздеп шығып, сөжеге келгенде бірақ ақсақ тоқты қалады. Сосын қасындағы бай енді көңіл толмайды, енді қанша жерді аралап, енді соны кемпірі болмай осы жерге сояйық, енді түнейік деп. Соны түнейді, қойып сояды, түнейді сол жерде. Сонда аян береді. Аян бергенде айтады, бір бала берейін бе, әлде 1000 бала берейін? 1000 бала берейін бе, әлде 1000 балаға тұратын бір бала берейін бе дейді. Сонда ана кемпір тұрып айтады, мен 1000 бала табатын қауқарым жоқ қой дейді, 1000-ға тұратын бір бала бер дейді. Сол жаңағы онда үйлеріңе бара беріңдер, аман-есен шаңырағын астына жеткенде ұлды боласыңдар деп жаңағы аянда. Енді үйлеріне жеткенде ұлды болады. Жаңағы Шора батыр туады. Сол жаңағы ер жетіп өскенде өте алып болады. 4-5 жасында ауылдың түгел баласын ұрады да жаңағы. Ең соңында Есім хан баласын ұрып тастайды да. Ханның баласын ұрғаннан кейін болмайды ғой, көшу керек деп жаңағы қашады, бір түнде көшіп қашып кетеді. Еліне келеді. Еліне келсе, түркімендер жаулап кеткен екен дейді. Сонда жаңағы айтайын деп отқаным, 5 жастағы, 6 жастағы бала атқа қонып, түркімендерге барып, жаңағы жаулап алған жерлерін бәрін қайтарып, жылқы малын қайтарып әкеледі. Енді осындай ертегілер, осындай батырдың нелерін оқығанда 5-6 жастағы балалардың рухы оянбай ма, көтерілмей ме? Мысалға, мен неге сондай емеспін дегенде жаңағы 5 жастағы бала
түркмендер барып түгел елін алып кеткен малын несін бәрін қайтарып алып келеді. Сол жерде сонда жаңағыдай ертегілер баланың рухын көтереді. Ол ой салады, сана салады. Сонда енді өзіміз де соны оқығанда жаңағыдай бұрындар кино көргенде сонда образға кіреді, тіршілік қояды. Сонда жаңағыдай Azallıktan kollaydı.